Сіз кері иық ауыстыру туралы естідіңіз бе? Сонымен бұл таңқаларлық па? Бұл кері дегеніміз не? Сонымен сіз білетіндей, иық буынында бір шар және ұя бар. Шар сыртында, ал ұя ішінде орналасқан және иық буыны зақымданғанда біз буынды ауыстыруымыз керек. Бірақ кері деп аталатын иық ауыстырудың ерекше түрі бар. Онда біз шарды ішке, ал ұяны сыртқа жылжытамыз. Әрине, бұлар металл және пластикке ауыстырылады. Сонымен кері иық ауыстыруда біз шар мен ұяның орнын ауыстырып, оларды металл және пластикпен ауыстырамыз. Бұл иықтың қозғалысын тегістетеді. Қалыпты буын ауыстырумен салыстырғанда, бұл түрі айналмалы манжет бұлшықет сіңірлеріне аз тәуелді және иық ауыстыру алдында сүйек зақымдануы көп болған науқастарда болжамдырақ болу артықшылығына ие. Сондықтан, егер сіз иық ауыстыруға үміткер болсаңыз, онда кері иық ауыстыру сіз үшін жақсырақ бола ма, жоқ па, соны қарастыруыңыз керек.